Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Дамира. Бүгін ең оңай печенье және тез дайындалатын печенье дайындайтын боламыз. Құрамы өте аз ингредиенттен тұрады. Алдымен 3 жұмыртқамызды пенчиктің көмегімен қозғап аламыз. Тіпті қасықпен істесеңіздер де болады. Және 200 грамм қантымызды қосып, оны да араластырамыз. Үстінен растительный май, яғни күнбағыс майын, оны да 200 грамм құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жарты чайный ложка соданың үстіне осындай уксусымызды құямыз, немесе оның орнына разрыхитель салсаңыздар да болады. Мен осылай уксус құйдым. Қазір араластырамыз. Осындай көпіршіктер пайда болып, әдемі қоймалжың масса пайда болады. Мына қараңыздар, осының үстінен ұнымызды салып, өте жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болады. Тіпті оқтаудың көмегінсіз қолмен ақ жайылатын болады. Ұнымызды өте көп салуға болмайды, себебі печеньеміз қатып қалады. Міне, менде осындай әдемі қамыр пайда болды. Өте жұмсақ қамыр. Осыны домалақтап алып, қазір жаятын боламыз. Мен пешімді қыздырып қойдым. Міне қолыммен жайып жатырмын. Осыны өздеріңіздің қалауларыңызша кесетін боламыз. Маған домалақтап кескен ұнайды. Міне осылай домалақтап алғаннан кейін қалған бөліктердің домалақтарын алып, қалған бөліктерін тағы да илеп қоямыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан тез бірігеді. Міне қамырымды илеп қойдым. Жұмсақ қамыр, уайымдамаңыздар, қатып қалмайды. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Міне печеньеміз дайын, өте ыстық, қолым күйіп тұр. Міне әдемі болып піседі. Шайға дайындаңыздар. Өте керемет печенье. Астарыңыз дәмді болсын.